Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы біздің кафеде. Буын. Оқу мақсаттары. Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту. Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту. Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Бүгінгі жаңа сабағымыз буын. Сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Көріп тұрғанымыздай, сөз, сөздің сызбасы берілген. Буын, буынның сызбасы көрсетілген. Мысалы, алма сөзін буынға бөлетін болсақ, алма сөзінде 4 дыбыстан тұрады. Алма сөзінде 2 дауысты дыбыс болғандықтан 2 буын болады. Алма. Кітап сөзінде 2 дауысты дыбыс болғандықтан 2 буыннан тұрады. Кітап. Енді балалар буынға байланысты тапсырмалар орындаймыз. Бірінші жаттығу 19-ші бетте. Айтылым дағдыларын қалыптастыру мақсатында берілген мәтінді оқимыз. Жазу дағдыларын қалыптастыру мақсатында мәтінге, мәтіннің мазмұнына байланысты сұрақтарға жауап береміз және дәптерге орындаймыз. Балалар, аналарымен қайда келді? Олар тапсырыс беру үшін кімді шақырды? Олар не туралы сөйлесті? Балалардың аналары кім болып істейді? Осы сұрақтардың жауабын дәптерімізге орындаймыз. Жарайсыңдар. Мәтінді буындап оқыдыңдар. Мәтінге байланысты сұрақтарға жауап беріп, дәптерге орындадыңдар. Келесі тапсырма. 4-ші жаттығу. Суреттегі тағамдардың атауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Зәуре алма сатып алды. Зәуре нан сатып алды. Дүкенде жүзім бар. Дүкенде банан бар. Жарайсыңдар. Тағамдардың атауын біледі екенсіңдер. Сөйлемді құрастыра аласыңдар. Сөйлемді көшіріп жаза алады екенсіңдер. Келесі тапсырма. Суреттегі заттардың атын тап. Оларды буынға бөліп жаз. Бірінші суреттің атауы торсық. Буынға бөлгенде торсық деп бөлінеді. Торсық сөзінде 2 дауысты дыбыстан тұрады. О және ы. Сол үшін 2 буыннан тұрады. Келесі суреттің атауларын дәл осылай буынға бөліп жазыңдар. Жарайсыңдар. Суреттегі заттардың атын біледі екенсіңдер. Сөздерді буынға бөле алады екенсіңдер. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасап көрейік. Өз көңіл-күйлерімізбен білдіреміз. Бүгінгі сабақты жақсы түсінсеңдер, өте керемет. Жартылай түсінсеңдер, жақсы, жымиямыз. Түсінбегенің болса, әлі де көп үйренерің болса, онда мұңаямыз. Балалар, үйге тапсырма 3-ші жаттығу.